Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен осындай бүкіл Қазақстан сүйіп жейтін беш бармақ дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен етіміздің барлығын жуып, тазалап, дайындап, суға салып аламыз. Бұл жерде менде қазым үлкенде болғандықтан өзімізге керекті мөлшерін осылай кесіп алып, жандарын тігіп қойдым, чтобы жаңағы етіміз жан жағына шектен бөлек шығып кетпеу үшін. Және етімізді осылай мұзда суға салып бір қайнатамыз. Бір қайнатқан соң осылай көбігін алып шығатын боламыз. Міндетті түрде жанына ыстық су қойып қойыңыз бір ыдысқа. Міне бүкіл көбігінің бәрін алып алдық. Көбігін алып болғаннан соң осылай үстінен жаңағы қайнап тұрған суымызды құйып аламыз. Қайнап тұрған суды құйған соң осылай етімізді, қазымызды бір-екі рет осылай айналдырып жібереміз. Сонда астындағы қалып кеткен көбіктері бетіне шығады. Және де оны қайтадан тағы да бір-екі рет осылай сүзіп, артық көбіктерін алып тастайтын боламыз. Құрметті көрермендер, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, онда менің каналыма тіркеліп, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер міндетті түрде. Бүкіл көбігінің барлығын осылай алып болған соң, жай отта қайнататын боламыз етімізді. Кем дегенде 2 сағаттай қайнатамыз. Ол аралықта біз қамырымызды илеп, тұндырып, дайындап қоюымыз керек. Бір стақан бөлме температурасындағы суды құямыз және қайнап тұрған осы етіміздің сорпасынан осылай бір ошағын құйып жібереміз. Енді сіздер өздеріңізге керекті мөлшерде дайындайсыздар. Маған аз мөлшерде керек болғандықтан суын аз қосып жатырмын. Және тұзымызды, жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды осылай үстінен көбірек салып, қаттырақ қамыр илейтін боламыз. Қамырды ет пісерден 1 сағат, 1,5 сағат алдын осылай илеп, тұндырып қойсаңыз, жайылған кезде бір тегіс әдемі болып жайылады. Және қамырыңызды суға салып алған кезде де бір тегіс әдемі болып пісетін болады. Міне бетін жауып осылай қойып қоямыз. Әр 15 минут сайын 2-3 қайтара илеп, қайта тұндырып қоямыз. Және міне дайын болған қамырымызды осылай 2 бөлікке бөліп жаятын боламыз. Ұнды көбірек жайып, осылай бірінші қолдың көмегімен кішкене үлкейтіп аламыз. Және өздеріңізге ыңғайлы болған оқтаумен осылай жая бересіздер.
Міне қамырымыз дайын. Қамырымызды енді мата дастарханға, терленбейтін дастархандарға жайып қойып қоятын боламыз. Бұл аралықта біздің етіміз де пісіп дайын болып тұр. Міне көріп тұрғандарыңыздай етті кішкене осылай бетін құрғап кетпеу үшін аударып жібереміз. Және осылай арасынан тағы да артық кішкене көбіктері шықты. Кішкене оны да алып тастаймыз. Мен кем дегенде 3 сағат қайнаттым етті, өйткені мен асығыс болған жоқпын. Сол себепті ұзақ уақыт қайнады менде. Және алдын ала осылай пиязымызды жақсылап ұзынша етіп турап дайындап аламыз. Және осы еттен шыққан майын бөлек осы пияздың үстіне салып тұздық жасайтын боламыз. Міне тұздықтың үстінен осылай біраз қасық томат қосып жіберсеңіз, түсі әдемі болып шығады. Және осылай жай отта 5 минуттай кішкене қайнатып аламыз. Одан кейін бетін жауып қойып қоятын боламыз. Міне керекті майымызды алып болған соң, осылай керекті өзіңіздің қалауыңыз бойынша картошка, жаңағы сәбізіңізді салып 30 минуттай пісіріп алсаңыз болады. Міне етіміз дайын, пісіп шықты. Келесі кезекте етіміздің барлығын сүзіп аламыз бөлек ыдысқа. Еттің бәрін сүзіп алған соң, осылай сүзгішпен сорпаңыздың ішін бір рет сүзіп алып шығыңыз, өйткені ет қайнаған кезде сүйектің майдасы түскен болуы мүмкін. Ол қамырдың арасынан шығып қалуы мүмкін. Сол себепті осылай бір рет ішін сүзгішпен сүзіп жіберіңіз. Міне суымыз қайнаған аралықта біз осылай қамырымызға кішкене ұн сүйіп жіберіп, кесіп алатын боламыз. Ұзын етіп осылай 3 бөлікке бөлдім мен. Қалауыңыз бойынша бөліктерге бөлсеңіз болады. Ең алдымен бірінші қамырымыздың шетін салып шығатын боламыз. Негізінде қамырыңызды қалауыңыз бойынша кез келген жерінен бастап сала берсеңіз болады. Мен өзім негізі осылай екі жағынан бірінші салып аламын. Ортасында салып алдық. Енді бетін жауып, кішкене күтеміз, бір қайнап шыққанға дейін. Кішкене қайылап тұрыңыз, өйткені тасып кетпесін. Міне жақсылап қайнап шықты. Осылай бетіне кішкене ақ көбік жиналған кезде, осылай бетін ашып, тағы кішкене қамырымыз піскенше қайнататын боламыз. Алдын ала осылай қамыр салатын ыдысымызға тұздықтың кішкене майын астына осылай құйып жібереміз. Қамырымыз жұқа жайылғандықтан 10 минуттың ішінде пісіп қалады. Міне піскен кезде үстіне мұздай суды құйып жібереміз және осылай сүзіп ала береміз қамырымызды. Арасына кішкене осылай май жағып жіберсеңіз, өте жақсы болады. Қамырыңыз бір-біріне жабыспай әдемі болып тұрады.
Міне қамырымыздың бәрін сүзіп дайындап алдық. Келесі кезекте тұздығымыздан осылай құйып, арасын бәрін ашып, жақсылап майлап шығатын боламыз. Пиязымызды себеміз. Міне қалған еттерімізді, қазымызды, картоптарымызды осылай қалауыңыз бойынша тұрып, бетіне сәндеп қойып шықсаңыз болады. Біз құйрықты негізі қолданбаймыз, ол просто так қайнап шықты ғой. Еттеріңізде қалауларыңыз бойынша турай берсеңіздер болады. Және осылай бетіне аз ғана пияздан сеуіп жіберсеңіз, әдемі болып жылтырап көрінеді. Міне құрметті достар, осымен біздің асымыз дайын. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет, және тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.